Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге аз ғана уақыттың ішінде тез әрі оңай дайындалатын ПП пицца пісіретін боламыз. Ол үшін бізге керегі 2 жұмыртқа, аздаған тұз бен қопсытқыш, 1-2 ас қасық айран мен 3 ас қасық жүгері ұны. Ең алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын жақсылап араластырамыз. Үстінен 3 ас қасық жүгері ұнын саламыз. Содан соң үстіне қопсытқыш пен 1-2 ас қасық айран құйып араластырамыз. Міне, бізде осындай қоюлықта пиццаның қамыры дайын болды. Мен пиццаның үстіне үй жағдайында дайындалған ПП колбаса мен моцарелла саламын. Дәл осы ПП колбаса мен моцарелла сырын описаниедағы ссылка арқылы өтіп көре аласыздар. ПП колбасаның орнына жай ғана қайнатылған тауық етін салып пісіруге болады. Ең алдымен қызып тұрған табамызға зәйтүн майын құйып, үстінен қамырды салып біркелкі етіп, жайып шығамыз. Қамырды сковородкаға салған кезде плитаның астын орта температураға қойыңыз. Сонда қамыр біркелкі болып жайлап піседі. Содан соң сковородканың бетін қақпақпен жауып, 2-3 минут қойып қоямыз. Қамырдың беті қатқан соң, келесі жағын аударып, үстіне бірден дайындап қойған начинкамызды саламыз. Ең алдымен қамырдың бетіне томатты соусты жағып шығамыз. Менде томатты соус үй жағдайында дайындалған, қантсыз. Ал содан соң колбаса, помидор және моцарелла сырын салып, қақпақпен жауып 5 минутқа қойып қоямыз. Міне, бізде өте дәмді, калориясы аз ПП пицца дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, рецепт ұнады деген ойдамын. Келесі кездескенше.